қысымын қандай жаттығумен көтеруге болады. Ең бастысы бұл керегі сіздердің арқаңыздар. Мынандай арқа керегі жоқ. Біз жаман әсер етеміз өзіміздің ағзамызға. Мынандай көрпені аласыздар, 2 көрпе алуға болады. Оларды жақсылап тығыздау жинап, жамбаспен отырып, керегі осы біздің тік арқамыз. Және босаңсыған отырасыздар, күліп кішкене. Сол жақтағы танауды жауып, оң жақтағы танаумен дем аламыз. 2-3 минут. Енді одан да көп информация керек болса, Telegram каналыма жазылыңыздар. Және денсаулықты қалай нығайту, дәрілерсіз сондай информация менің Telegram каналымда.